Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз бүгін Қызылорда автобазарындамыз. Көліктер өте көп. Шамамен 1000 шақты көлік болу керек. Адамдар да өте көп. Қазір көліктердің бағаларын білетін боламыз. Сізде Орыс тіркеудегі ВАЗ автокөлігі 2008 жылғы 1.6 500 000 теңге обмен бар дейді. Осы нөмірге хабарласасыздар. Көліктің сыртқы жағдайы жақсы. Орыс тіркеудегі Nexia 11 жылғы тетраграмм бар дейді. Осы нөмірге хабарласасыздар. Көліктің сыртқы жағдайы жақсы. Chevrolet Lachetti 2008 1.600.000. Осы нөмірге хабарласасыздар. Қызылбыз. Көліктің сыртқы жағдайы өте әдемі. Дәл осындай сатып жатыр. Көліктің сыртқы жағдайы жақсы. Жаңағы нөмірге хабарласасыздар. Тағы бір орыс тіркеудегі автокөлік 900 000. Осы нөмірге хабарласасыздар. 2007 жылғы. Әдемі автокөлік. Сыртқы жағдайы өте жақсы. Toyota тұр екен мына жақта. Орыс тіркеу 4 миллион теңге. Осы нөмірге хабарласыздар. 2005 жылы газ, бензин 2.4 торг бар дейді. Вложение мүлде керек емес. Қара түс. Көліктің жағдайы жақсы. Мынандай Nissan тұр екен. Кішкентай шағын Matiz сұрап жүргендерге орыс тіркеудегі 900 000 теңге. 1 куб 99 жылғы 777 929 99 31. Осы нөмірге хабарласасыздар. Көліктің сыртқы жағдайы осындай. Коробка автомат екен. Праворулька екен. Орыс тіркеудегі автокөлік 2107. Ақ түсті. Сыртқы жағдайы өте жақсы екен. Бір айналып келіп тұрмын. 2010 бензин 1.7 750 000 теңге. Мына нөмірге хабарласасыздар. Заводской дискісімен тұр. Көліктің сыртқы жағдайы өте жақсы. Мынау тағы бір орыс учеттағы көлік 2008 жылғы екен. Осы нөмірге хабарласасыздар. Бұл көліктің мына жерінде кішкене шаруасы бар екен. Түсі әдемі көліктің. Жалпы көліктер қымбаттап кеткен сияқты ма қалай өзі? Комментарийға жазып кетіңіздер. Nexia'ның сыртында ешқандай жұмыс жоқ. Жағдайы жақсы екен. 2011 газ, бензин 87 ақ мың жүрген. 1.250 000 теңге. Осы нөмірге хабарласасыздар. Көліктің сыртқы жағдайы өте әдемі. Автокөлік шанс. Бензин 2011 жылғы 1.5 объем 1.200 000 дейді. Осы нөмірге хабарласасыздар. Сыртқы жағдайы жақсы. Сырты тап-таза әдемі екен. Орыс учеттағы Toyota Avensis 98 жылғы бензин 2 объем автомат 1.800 000. Сыртқы жағдайы жақсы. Nexia орыс учет 2011 бензин 1.6 көк түс. Сигнализация бар екен. Көліктің сыртқы жағдайы жақсы. Салонда тап-таза. Бұл көліктің нөмірі әдемі екен. Көліктің өзі әдемі, нөмірі де әдемі. Жаңағы нөмірге хабарласасыздар. Осындай орыс
учеттегі қап-қара Nexia тұр екен мына жақта. 1,50,000 деп қойыпты. Бұл комплектация люкс екен. 2009 жылғы. Көліктің сыртқы жағдайы жақсы. Салонын көрсетейін сіздерге. Міне салон. Салонда жақсы күтілген. Осындай қызыл лачетте келді. 1,600,000. Осы нөмірге хабарласасыздар. 2008 жылғы 1.6 бензин. Қызыл түс. Осындай асфальт түс Lada Vaz 2115 бұл 2007 жылғы бензин. Пробег 167,000, механика 920,000, келісім бар дейді. Көліктің сыртқы жағдайы жақсы. 950 дейді, кем бар дейді. Номеріңді айтып жер братан. 701 864 0364. Осы нөмірге хабарласасыздар. Қандай орыс тіркеудегі Toyota Ipsum шаруаға арналған көлік. 95 километр жүрген, 95,000 километр жүрген, 2.4 2007 жылғы 3,400,000. Осы нөмірге хабарласасыздар. Бұл көлік оң рөлді. Жоғарысында багажнигі бар. Титановый диск. Көліктің сыртқы жағдайы жақсы. Маған ұнап тұр. Орыс учетта осындай Infiniti G35 көлігі 2005 жылғы 3,5 объем. Осы нөмірге хабарласасыздар. 2,800,000 бензин екен бұл автокөлік. Титановый диск. Салон кожа ма? Кожаный салон. Кондер бәрі бар дейді. Көліктің сыртқы жағдайы өте жақсы. Осындай орыс тіркеудегі автокөлік. Алтын түс екен. Көліктің сыртқы жағдайы жақсы. 700,000 дейді. 700,000 берсеңіз беріп жіберем дейді. Номеріңізді айтыңыз аға. 775 142 1185. Осы нөмірге хабарласасыздар. Бізде орыс учет семерка 2011 жылғы екен. 750,000 теңге. Міне номері. Салонын көрсең. Сырты әдемі көліктің. О, іші де әдемі екен. Жақсы күтілген автокөлік. Жаңағы нөмірге хабарласасыздар. Келесі автокөлік Mazda 3 2007 2 объем 2,150,000. Осы нөмірге хабарласасыздар. Қара түс. Көліктің жағдайы жақсы екен. Қазір көліктің салонын көретін боламыз. Титанкс әдемі, әппақ. Көліктің салоны. Шестиступный механика. Кондер істеп тұр ма? Кондер істейді дейді.